Жаным, мұнда тағы қанша уақыт боласыз, қымбаттым? Мәссаған, тағы күтіп отырған біреу бар ма? Жоқ, жай, қалай айтсам екен, ренжіп қалғаныңызды қаламаймын. Мен әншейін Эпплджекті күтіп отырмын. Ол екеуміз көптен бері спада демалмаған едік. Бірақ әні-міне дегенше келіп қалатынына сенем. Сәлем, Рарити. Қолым босамай сала бірден келдім. Үй шаруасы қанша уақытымды алатынына сенбейсің. Алайда, ақырында екеуміз демала аламыз, я? Қыздар, осымен болды. Біз жабылғалы жатырмыз. О, өкінішті, Рарити. Барлығын өткізіп алған сияқтымын. Қатты өкініп тұрмын. Мен де. Сүйкімді пони, Сүйкімді пони, сені көп күттік. Сүйкімді пони, әлемге ғажайып нұрыңды төк. Риясыз күлкі, мейірім, Жүрекпен сыйларсың бізге. түрлі оқиғаның. Сәніміз ғажайып біздің әніміз бұл. Сүйкімді пони, біз болайық бәріміз бірге. My Little Pony. Достық жеңілмейтін күш. Эпплджектің демалыс күні. Сәлем, Рарити. Сәлем, Тойлайт. Спайк. Мәссаған бос қалыптарының көбін ай. Иә, біз жаңа бәліштер алуға бара жатырмыз. Олардың неге тез желініп кететінін түсінбеймін. Ал саған не керек? Эпплджек керек. Әйтсе де оның тағы үй шаруасымен айналысып жатқанына сенімдімін. Не дейсің? Жоқ, ештеңе емес. Жай Эпплджек екеуміздің спада бірге демалмағанымызға көп болды. Екеуің демалуларың керек. Қымбаттым, біз көптен бері барғалы жүрміз. Эпплджектің қол тимейтіні сонша, бұл іс жүзінде мүмкін емес. Мәссаған, Эпплджектің атқаратын шаруасы көп екенін білмеппін. Сәлем, Эпплджек. Бізге тағы бәліш берші, өтінем. Қазір, Спайк. Бүгінгі жұмысың мына бәліштермен біткен жоқ шығар, солай ма? Солай болғанда ғой. Екеуміз тағы да спаға баруымыз керек пе? Рарити, бұлай болсын. Сен бара бер, ал мен артыңнан қуып жетем. Өтінем, Эпплджек. Өзімізді алдамайықшы. Қуана барар едім, бірақ ферма жұмыстары барған сайын көбейіп кетті. Бірге болудың сәті түспегені сондай өкінішті. Ал сенің отбасың жұмысыңды аздап жеңілдете алмай ма? Қайдам. Әжемнің, Биг Мактың, Эппл Блумның өз шаруалары шаш етектен. Ал бүгін олар өнімді сатуға кетті. Әрине, Спайк екеуміз фермер емеспіз. Дегенмен, аз ғана уақытқа сені алмастыра аламыз. Бәлкім. Бізге қандай тапсырма бересің? Ендеше, менің ойымша, шошқаларыма жем бере аласыңдар. Ал мен 1 сағатта қайтып келем. Спада 1 сағаттық демалыс па? Келісем. Тамаша, сендер бара беріңдер. Спайк екеуміз бәріне бас көз боламыз. Иә, бұл жердегінің бәрін қолға алған сияқтымыз. Сонымен, міне, шошқаларға жем беру үшін білу керек нәрселердің тізімі. Бірақ, бір оқып шыққандарың дұрыс шығар. Бәрі дұрыс болу. Эпплджек, өтінем. Тізім бар болса, демек, 100% сол бойынша істеймін. Жарайды. Сен тек ештеңеге алаңдама. Спайк екеуміз бәрін мінсіз атқарамыз. Біз жай ғана шошқаларға жем береміз. Бұл қиын емес шығар. Тойлайт. Ой, Әйтеуір демалатын болдық қой, Рарити. Кейінге қалдырып жүргеніме көп болды. Бар болғаны 1 сағатымыз бар. Алайда буға қатты түскім келіп тұр. Бұл тек қыздырынуға ғана. Бұл 1 сағатқа көп жоспарым бар. Сондықтан бәрі керемет болады. жарайды, Спайк. Тізімді оқуға дайынсың ба? Дайынмын. Кеттік. 1-ші қадам. Қақпаны ашу. Жарайды. 2-ші қадам. Қақпаны жабу. Мұнда солай делінген. 3-ші қадам. Аулақ кету. Аулақ кету? Шынымен бе? Қайтып барғанымша Твайлайт пен Спайк шыдай тұрар деп үміттенем.
Тыңда, Applejack. Демалыстан ләззат алу үшін мұны демалыс күнім деп елестетуің және өзіңді еркін ұстауға тырысуың қажет. Түсінесің бе? Білем, дұрыс айтасың. Демалатынымызға қуаныштымын. 1 сағат қана уақытым кететіндіктен бәрі дұрыс болады деп үміттенем. Дәл солай. Енді соңымнан ер. Демалатын кез. Рэмбо Дэш, ал сен мұнда не істеп отырсың? Иә, мен сені спада демалмайды деп ойласам. Не? О, әрине жоқ. Сәнді нәрселерге қызықпайтыным анық. Иә, жаттығу кезінде бұлшық еттерімді созып алған сияқтымын. Сондықтан мен мұнда спорттық массаж жасатуға келдім. Рэмбо Дэш ханым, кесте бойынша босай алмай қалғанымыз үшін кешіріңіз. Алайда мұрын мен қол күтіміне арналған массаж жасайтын шеберлер тез арада босайды. Күте тұрыңыз. Ой, бір нәрсені шатастырып алдыңыз. Мұндайға тапсырыс бермедім. Бірақ сіз үнемі... Бүгін бәрі сіздерге келіп жатқан сияқты. Сондықтан ертең келем. Кездескенше қыздар, іске сәт. Дәл соған мені ертеңге жазып қойыңыз. Рэмбо Дэштің сәнді нәрселерді ұнатпайтыны өкінішті. Бізбен бірге буға отыруына болатын еді. Уху! Тезірек болса ғой. Дәл солай. Егер олар Рэмбо Дэшті қабылдай алмаса, қаншалықты үлгермей жатыр екен? Өйткені екеуміздің бағдарламамыз өте үлкен. Понилердің бәрі бұл бөлмесінде кезекте тұрмаған шығар. Жоқ, бәріміз дәл сол жерде тұрмыз. Сіздер онша асығыс емес шығарсыздар. Демек, мына понилердің бәрінің буға түскілері келе ме? Иә, әрине. Иә, әрине. Ендеше шешіміміз айқын. Спа ем шараларымызды басқа нәрседен бастаймыз. Олай болмайды. Мен буға түсу үшін келдім. Қалайда сонда кірем. Онда сенің 1 сағат уақытыңды кезекте тұруға жұмсаймыз. Рарити, менің сүйікті тұтынушым. Applejack. Иә, мұнда көптен бері бірге келмедіңіздер. Келгендеріңізге өте қуаныштымын. Менің де солай дегім келген. Иә, соңғы кездері бұл бөлмесіне кезек барған сайын ұзара түсуде. Есесіне басқа сүйікті ем шараларымызға баруларыңызға болады. Тек бұл бөлмесінен кейін ғана. Applejack бұл бөлмесін өткізіп жіберуге дайын емес. Ал біздің бар болғаны 1 сағат уақытымыз бар. Бұл мәселе. Applejack, қайда бара жатсың? Ал сіздер мұнда не үшін тұрсыздар? Будың пайда болуын күтіп тұрмыз. Бусыз бұл бөлмесі жай ғана бөлме болады. Ал үйімде бөлмелерім жеткілікті. Өйткені қожалықта тұрамын. Енді Понивилл спасы бұл бөлмемізді буға толтырғанша ұзақ күтуімізге тура келеді. Біз тіпті жылы сүлгілер қызметін іске қостық. Кешіккеніміз үшін кешіріңіздер, өтінем ханымдар, сүлгі алыңыздар. Егер бұл пайда болмаса, демек, сіздерде ыстық су жеткіліксіз деген сөз. Applejack, бәлкім тұяқ күтімін бастай беретін шығармыз. Екеуміздің 1 сағатымыз ғана бар. Ал сонымен бұл жерде не бар? Бұл кір жуатын бөлме. Олай болса уақытты бос кетірмеу үшін осы жерде тұяқтарым жұмсарып қалсын. Бұл спа санитарлық тазалықты сақтанумен мақтанады. Демек, үнемі таза жабдықтар қажет. Ендеше айтыңызшы, кір машиналарыңыз күн сайын, күні бойы толық жұмыс істеп тұра ма? Менің жауабым жоқ. Алайда понилеріміз жылы сүлгілерді қатты ұнатады.
Sizge de sülgü gerek mi? Олар сізде қалмаған сияқты. Mene aytqanımdayaq, бұл sülgülerді talap alıp жатыр. Мәселенің неде екенін түсінген сияқтымын. Сіздерде судың ағуы дұрыс емес. Демек, су бөлмесінде бұл ұзағырақ буланады. Сондықтан понилер күтіп тұрып тоңады. Тоңған понилер сүлгіге оранады. Ал кір сүлгілер жылуға кетеді. Өйткені Панивиль спасы санитарлық стандарт ұстанады. Не? Бұл жетіспеушілігінен сүлгілерді көбірек қолданасыздар. Демек, оларды жиі жуасыздар. Ал оған буға қажетті ыстық суды жұмсайсыздар. Ya, бұл дұрыс айтатын сияқты. Иә. Мен тіпті білмеппін. Тамаша, ақыры будың ұлы құпиясын тапқан екенбіз. Енді өзімізге қарайтын шығармыз. Әйтпесе демалуға уақыт тым аз қалды. Рерити, әзілдеп тұрсың ба? Мұның бәрін бұлай қалдыра алмайым. Маған құрал саймандарым керек. Енді понилер тоңып, жаңа сүлгі сұрауды доғарады. Ал артық кір жуылмаған соң, менің ойымша буға ыстық су жеткілікті болатын сияқты. Ал мен кірлерді күнне бір-ақ рет жуатын боламын. Applejack, спа салонымызда жұмыс істеуді қалар медің? Саған жақсы орын тауып береміз. Жоқ, рахмет. Әншейін ақырындап жуын алатыныма қуанып тұрмын. Бұған не дейсің, Рерити? Жақсы болар еді, Applejack. Бірақ өкінішке орай, бұл бөлмесін ұзақ тексергенің сонша енді оны пайдалануға уақытың жоқ. Алайда мынаны түсінбеймін. Су мәселесін тексеру неге ешкімнің ойына келмеген? Алаңдайтын басқа да нәрселеріміз көп болғандықтан, және осындай жағдайға үйреніп қалғандықтан, мәселе бар екенін байқамағанбыз. Сіздерге жағдайды бағалауға сырт көз керек екені анық. Applejack мүлдем демалуды білмейтіндіктен жолдарыңыз болды. Кешір, Рерити. Мұнда басқа бір жолы келеміз. Туайлайт пен Спайк ендігі шошқаларға жем беріп қойған шығар. Туайлайт өте зерек пони. Әр қарай не істеу керектігін біледі. Уайымдама. Тыңдашы, Туайлайттың ханшайым әрі қанатты дара мүйіз екенін білем. Бірақ ол фермер емес. Өмір бойы фермада тұрдым, және мұны оңай шаруа деп есептемеймін. Әрине. Қане фермаға барайық. Сен Туайлайтқа ары қарай не істеу керек екенін түсіндіресің, сосын осында қайтып келіп демаламыз. Жарайды. Тек фермада бәрі ойдағыдай болған жағдайда ғана. Applejack, о не дегенің? Басқаша болуы мүмкін емес қой. Жай ғана ұша салу оңай емес пе? Айттым ғой, Спайк. Қатаң түрде Applejack'тың нұсқаулығы бойынша істеуіміз керек. Ал ол ұшпайды. Ай! Ой, Кешір, Рерити. Дегенмен шаруаларымды өзімнің тындыруыма тура келетін сияқты. Туайлайт, қымбаттым. Бұл жерге қалай тап болдың? Спайк екеуміз Applejack'тың жоспарын сөзбе-сөз орындауға тырыстық. Ең жақсы жоспар емес сияқты. Кешір, Applejack. Алайда біз тіпті шошқаларға жем беруді бастамадық та. Ештеңе етпейді, Туайлайт. Тырыстың ғой. Жұмыстарды атқару тізімі жеткілікті түрде толық болмаған шығар. Есесіне сендер спада тиісінше демалып алдыңдар. Иә, керемет тынығып алдыңдар. Егер Applejack'тың санитарлық техниканы жөндеуін бақылау тынығуға жатса, онда солай болды. Бір сағатта сұлулық қармаймыз дегендерін қайда? Панивильдік спада бұл берілу мәселелері бар болып шықты.
Және Applejack олардың бәрін шешпейінше тынығудан бас тартты. Міне, Кешір, әйтсе де ол понилерді тіпті иісі мұрындарына бармайтын мәселелерімен қалдырып кеткім келмеді. Олар жай ғана ұзын сонар кезекте тұрып, тоңатын понилерге үйреніп кеткен. Бұл ретсіздікті көргенде оны шешу керек деп шештім. Кейде болмашы ұсақ түйек бәрін білдіруі мүмкін. Мысалы, жылысудың кесірінен жуатын кірдің көлемі ұлғайып кетеді. Ал сен бәрін бұрынғысынша істеуді жалғастыра бересің. Бәрінің өздігінен жөнделуін күту күлкілі ғой, я? Рас қой, я? Ал одан да күлкілісі артық істеген жұмысың тек әурешілікті арттырады. Менің ойымша, тіпті мәселенің бар екенін білместен күнделікті қайталана беретін шеңбердің ішінде қалып қоюға болатынын түсінем. Бірақ мұның маған қатысы жоқ. Неге бұлай қарайсыңдар? шошқаларға жем беру үшін міндетті түрде осылай істеу керектігіне сенімдісің бе? Не? Әрине! Әйтпесе мұны не үшін істеуші едім? Мына қақпаның сықырлағаны сонша, шошқалар қорқып, шыққылары келмеді. Мұны шошқалардың жерсіні үшін істеймін. Алайда ол енді сықырламайды. Әрине, оны баяғыда жөндегенмін. Ал сосын, оларды үркітсе, қашадан тез шығатындарын түсіндім. Бірақ олар үріккен жоқ. Мұның себебі үйреніп кеткендіктен. Сондықтан, тауық биін ойлап таптым. Егер олар жем жемесе, бәрі тауықтарға қалады дегенді білдірем. Дегенмен, тауық кейпінде қақпаны ашу оңай емес. Шелектегі жемнің астауға дөп түсуі кездейсоқ сәттілік. Мұны әдейі істемедім. Applejack, сен үнемі ендігі жоқ мәселелерді шешіп жүргенге ұқсайсың. Солай сияқты. Мүлдем қажеті жоқ іспен айналысып, шырмауынан шыға алмай қалу қиын емес сияқты. Аңдаусызда тағы бір нәрселерді бекер істеп жүрсем ше? Ендеше қазір мұны анықтаймыз. Сендерге рахмет. Бәрін бірыңғай істеп үйренгенім сонша тіпті мәселені байқамаппын. Жаңа көзқараспен көмектесе алатын достарыңның бары жақсы ғой. Спаға баруымыз сәтсіз болмағанда өзімізде ештеңе түсінбеуші едік. Солай емес пе? Сонымен, бос уақытың көбейген кезде немен айналысасың, Applejack? Бір-екі ойым бар. Демалысымызға үлкен бағдарлама құрдың деп үміттенем. Өтінем. Емдеу шаралары алдымыздағы бір аптаға жетеді. Олай болса дәл қазір бастайық. Фермадағы ауыр жұмыс күннен кейін мен бір жақсылап демалуым керек. Орын босағанын хабарлағаныңыз үшін рахмет. Өзім ұнататын бет массажынсыз не істер едім? Алаңдамаңыз. Сізді ертеңге де дәл осы ем шараларға жазайын ба? Міндетті түрде. Қыздарға кейде демалу керек. Дұрыс айттым ба? Әрине, дұрыс айттың. Мұнда жай, мен... Спорттық массажға келдің бе?
Алаң болма, Рэмбо Дэш. Біз де ем шаралар алуға келдік. Бізбен бірге барғың келмей ме? Әрине, егер мына сәнді нәрселерге қарсы болмасаң. Байқап көруге болады енді. Бірақ тек сендер шын ғана. Фильм Қазақстан Республикалық телерадио корпорациясында аударылып дыбысталды. 2023 жыл.